Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге нежный салатын жасап көрсететін боламын. Ол үшін қажетті затымыздың барлығын алдын ала пісіріп дайындап аламыз. Әсемдік үшін салатный листья пайдаландым. Енді алдын ала піскен тауықтың еттерін ұзыншалап турап шығатын боламыз. Өте майдалап ұзыншалап тураймыз. Туралған тауықты ыдысымызға орналастырамыз. Үстіне тұз себеміз. Көп емес, сәл ғана тұз себіп шығатын боламыз. Оның үстіне майонезімізді орналастырамыз. Видеода өте анық көрсетілген. Екінші біз картопты саламыз. Картоптан кейін қайтадан майонезімізді жағып шығамыз. Оның үстіне сәбізден кейін қайтадан картоп. Соңында картопты үкіштен өткізгеннен кейін үстіне майонез жағып, жұмыртқаның ағын терканың өте кішкентай көзінен өткізіп, аппақ болғанша жауып шығатын боламыз салатымызды. Оның үстіне жұмыртқаның сарысын үкіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жеңіл әрі дәмді болып жасалынады. Жасалуы да оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Достар, егер менің каналым сіздерге ұнаған болса, басқа да әлеуметтік желілерге менің видеоларымды таратуларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Егер жаңадан менің видеомды көріп жатқан болсаңыз, міндетті түрде маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, менен шыққан видеоны бірден көруіңізге мүмкіндік болады. Мен басында үлкен көзінен өткізген екенмін. Кейіннен кішкентай көзінен өткізгеннен кейін өте әдемі болып көрінді. Нәзік салаты десе нәзік, өте нәзік көрінеді. Өте нежный болып көрінеді. Қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, өте әдемі әрі дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Ас болсын. Сіздермен болған Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.